Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Qadırlı cemaat, vaazımızды бастаудан бұрын бұл vaazның бір әдебі бар. Қалай сонда? Vaaz айтып жатқан адам өзінің пікірінен бірінші Allah Tağalarının kələm болған Құранды және де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетімен әңгіме айту керек. Бірінші әңгімесі. Ал жамағаттан күтілетін бір әдеп не? Vaaz айтылып жатқанда үнсіз жүрегін беріп, соны тыңдау. Бұл vaazның қысқа да нұсқа бір әдебі. Енді vaazда сұрақ жауап болса не болады? Бір vaaz айтылып жатыр. Арадан 5 минут өтті, ішіңізде бір сұрақ болды. Не қылды? Қолыңызға кішкене қағаз қалам аламыз. Сол мәселені сұрақты жазып қоямыз. Vaazның тақырыбы толық біткеннен кейін сұрақтар бар ма деген бетте біз сұрақтарымызды сұраймыз, соған жауап алуға тырысамыз иншалла. Сұхбат дегеніміз достармен, жора жолдастармен отбасылық бір асқа сұхбат деп айтылады. Ол жерде әрі сөйлесіледі, бір адам емес, барлығы сөйлейді, сұрақ жауап қылады. Бұл екеуінің айырмашылығы. Біздің бүгінгі негізгі мәселеміз, әлхамдулилlah, Қазақстанда vaaz айтып жүрген адамдар өте көп. Енді бұл адамдардың айтып жүрген vaаздары бір дәлелге сүйену керек. Мысалы, ислам діні Алланың құзырындағы жалғыз дін деген уақытта «Инна дина индаллахи ислам» деген аят кәриманы ол ұстаз оқу керек. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынандай бір хадисі бар деген уақытта ол хадис сахих және де бір кітапта жазылған және де сенімді болу керек. Бұлардың барлығы не дейміз біз? Адиллати шар'ия, шариғи дәлелдер дейміз. Шариғи дәлелдерді біз екіге бөлеміз. Негізгі және қосымша. Негізгі шариғи дәлелдерді біз 6-ға бөлеміз. Негізгісін 4-ке бөлеміз. Қалай? Біріншісі кітап, Құран-ы Кәрим. Екіншісі сүннет, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті. Үшіншісі иджма, ғұламалардың бір тақырыптағы жалпы пікірінің бірлігі. Бесіншісі қияс, салыстыру. Бұлар негізгі ханафилердің дәлелдері болып есептелінеді. Бұлардың жанында қосымша дәлелдер бар. Біреуі истихсан, бір нәрсеге инсаппен, жақсы пікірмен қарау, екіншісі әдет ғұрп болып келеді. Қазір біз осы дәлелдердің әрқайсысына жеке-жеке тоқталып өтуге тырысамыз. Түсінікті ме? Бұны білгеннен кейін біз не қыламыз? Қандай да бір vaazды тыңдағанда, немесе қандай да бір діни кітапты оқығанда, бұл кітап, немесе бұл vaаздың діни бір дәлелі бар ма? Діни бір дәлелге сүйеніп әңгіме айтылып жатыр ма? Соған мән береміз. Егер діни бір әңгімеге сүйеніп әңгіме айтпай жатқан болса, ол vaаздың, ол насихаттың сіз бенен бізге ешқандай пайдасы жоқ. Амал етпесек күнәһар болмаймыз. Амал етсек ол амалдан бізге сауап болмайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 40 жасына жақындаған уақытта 6 айдың көлемінде Нұр деген Меккенің жанындағы тауға, Хира деген үңгірге тұрақты түрде барып жүрді. Барудан мақсат не? Сіз бенен біз пендеміз. Кейбір кезде жүрегімізде бір кемшілік болады. Ақша тауып жатырмыз, әйелімізбен жағдайымыз жақсы, бала шағамыздың дені сау, әке-шешеміз бізден наразы. Бірақ жүректе бір кемшілік бар. Соны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сезінеді. Ислам діні келмеген. Енді аптада бір Хира деген үңгірге барады, сол жерде азаннан кешке дейін отырады. Пікір қылады. Мен кіммін? Не үшін жүрмін? Мақсатым не? Қайдан келдім? Өлгеннен кейін не болам? Бұл Мекке халқының істеп жатқан жұмыстары дұрыс па? Бұрыс па? Осыны ойлайды. Арадан бір ай өтеді, пайғамбарымыздың үңгірге бару аптада бір болса, 3 күнде бір баруды бастайды. 3 күнде бір кетеді, азаннан кешке дейін сол жерде жүреді. Арадан 2 ай өтеді, жалпы 3 ай болды қазір ойларым жүргеніне. Бүйтіп айтқанда 2 күнде бір үңгірде. Бір күн үйде болады, бір күн үңгірде. 6-шы айда апталап, күндеп сол жерден киме қояды. Сонда қараңыздар, әйелдің, еркектің дініне деген құрметі қалай болады? Сен тауда таста жүрсің, маған көңіл бөлмейсің деп Хадиша анамыз артық әңгіме айтқан жоқ. Ей Мұхаммед, сенің мына істеп жатқан жұмысың өзіңе дұрыс болып жатқан болса, жүрегің осы істеген амалыңмен тыныш болып жатқан болса, мен саған артық әңгіме айтпаймын деді. Не қылды? Оған қоса ішіп жейтін тамағын өзі апарып тұрды. Не үшін? Күйеуінің жүрегі тыныш болсын деп.
Отбасыдағы діннің дамуы тек қана әйелдің, немесе тек қана еркектің діндарлығымен болмайды екен. Екеуінің бір-біріне деген қолдау болу керек екен. Әйеліміз намазхан болса, біз намаз оқымасақ, оның ғибадатын бізге, біздікін мынау теріс амалымыз оған пайдасы жоқ. Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не қылды? Жүрегінің тынышталу үшін бір жерге барып жүрді, әйел де оған қолдау көрсетті. Енді бұны неге айтып жатырмыз? Біздің бірінші дәлеліміз не еді? Кітап. Яғни Құран-ы Кәрим. Құран-ы Кәримге неге кітап деп айтылады? Себебі Құран-ы Кәрим екі қақпақтың ортасында жиналған қағаздардың бүтіні. Бұған терминдік мағынада кітап деп айтамыз. Рамазан айы, Қадір түні, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Жабраил Аминнің дауысы естілді. Бұл жерде Құранның алғашқы сүресі және де алғашқы аяттары түсті. Алақ сүресі алғашқы 5 аят. Иқра, бисми раббикаллази халақ, халақал инсана мин алақ, иқра, ва раббукал акрам, аллази аллама бил қалам. Садақаллаху алейхи. Оқы деген аят түсті. Оқы деген аяттың тәпсірін біз қарағанда, адам баласы дүниеге мәңгүрт болу үшін келмеген. Адам баласы тұрақты түрде бір ізденуде болу керек екен, біз осыдан білеміз. Оқы. Бір нәрседен қиналдық. Өкімет жағынан, немесе әдебиет жағынан. Оқып іздейміз. Және де біз ислам дінін тұрақты түрде қай амалды істесем Аллах тағалаға жақын болам деген мақсатты қараңыздар. Бірінші түскен аят оқы. Неге бірінші түскен аят жұмыс істе демеді? Демек ки адам баласының басқа жан жануарлардан ерекшелігі іліммен екен. Ілімді болсақ біз адамилық қасиетімізге ие болған болады екенбіз. Надан, жахил, ілімсіз болсақ не болады екенбіз? Көшедегі жануарлардан біздің бір ерекшелігіміз болмай қалады екен. Енді қалай оқуымыз керек? Бисми раббикаллази халақ. Бізді жаратқан Алланың атымен оқуымыз керек. Бұл деген сөз не? Істеген бір жұмыстың басында, немесе істеліп жатқан бір істе, немесе біздің сеніміміз бен жүрегімізде Аллах тағаланың есімі әрдайым болу керек екен. Не үшін? Себебі бізді Аллах тағала жаратты. Бізді жаратпағанда еді, біз бұншалықты нығметті көрмейтін едік. Міне қараң, арамызда балалы болғандар бар. Баламыздың әке деген дауысы қандай, бір кітапқа жаз десе жаза аламыз ба? Сыя ма? Шаршап келгенде баланы иіскеу қандай нығмет? Оны кім жаратты? Аллах тағала. Біз кімге шүкіршілік етуіміз керек? Аллах тағалаға. Айша анамыз айтады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға: "Ей Алланың елшісі, сен неге тұрақты түрде түнде намаз оқисың? Сенің өткен және болашақта күнәларың кешірілді ғой" дейді. Ойлап қарайық, біздің солай күнәміз кешірілді, не істейміз әлі? Жатпаймыз ба үйде? 5 уақыт намаздың не керегі бар бізге? Бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам не деді? "Ей Айша, мен шүкір еткен құлдардың қатарынан болсам жаман ба?" деді. Қараңыздар, бұл шүкір. Және де ол Алақ сүресінің жалғасында не деді? "Мен деді адам баласын бір тамшы судан жараттым" деді. Және де адам баласына қалам мен ілімді үйреттім деді. Яғни біз адамдарда ілім маңызды. Ал мұсылмандардың негізгі дәлеліне ілімде бұл кітап екен. Себебі Құран-ы Кәрімнің бүкіл аяты бізге дәлел. Құран-ы Кәрімде Нахл сүресінің 89 аятында Аллах тағала былай айтады: "Біз Құранды ашық түрде бір дәлел қылып жібердік" дейді. Және де Анам сүресінің 38 аятында Аллах тағала: "Құранда ешқандай тақырыпты кем қылып жібермедік" дейді. Бүкіл тақырып бар. Отбасы, дүние, жұмыс, өлім, өмір, достық, дұшпандық, көре алмаушылық, қызығушылық, осының барлығы бар екен. Енді ғұламалардың пікірі бойынша алғашқы аят Алақ сүресінің 5 аяты болса, соңғы аяты ғұламалардың пікірі бойынша Маида сүресінің 3 аяты. Бұл не екен? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үлкен қажылыққа барады, сол жерде не дейді? Астағфирулла, акмалту лакум динакум. Мен дінді тамамдадым дейді. Және де бұл нығметті сендерге бердім дейді. Бірақ Ибн Аббас не дейді? Соңғы аят бұл емес дейді. Соңғы аят Бақара сүресінің 281 аяты дейді. Бұл бір ғұламалардың арасындағы бір пікір екен. Біз бір нәрсені дұрыс білуіміз үшін, бірінші ол нәрсенің Құранда дәлелі болу керек екен. Біздің екінші дәлеліміз не тәді? Сүннет. Сүннет не үшін екінші дәлел болады? Жауап. Құран
bir vahiy, dұрыс па? Сүннет те vahiy. Сүннет те пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сүннеті де вахийдің бір бөлігі болып есептелінеді. Жай ғана менің, пәленшінің, түгеншінің, мәкеңнің, сәкеңнің айтқан сөз емес. Вахийдің бір бөлігі. Енді сүннет қаншаға бөлінеді деген уақытта үшке бөлінеді. Бірісі қаули, сөзді. Екіншісі фиали, іс-әрекетті. Үшіншісі тақрири. Яғни пайғамбарымыз бір сахабаның істеген жұмысын мақұлдау. Сөзді әңгімеге қалай айтамыз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сөзді хадисі: сендерден кім ұмытып, немесе естен шығып, намазды өткізіп алса, намаз есіне түскен уақытта оны оқысын деді. Бұл пайғамбарымыздың сөзді бір хадисіне дәлел. Өзінің іс-әрекетімен хадисіне бір дәлел болатын болса, намаздарыңды мен оқыған секілді оқыңдар деді. Біздің қазір 5 уақыт намазымыз бар, бұл Құранда жазылмаған. Сүннет намазы бар, қалай оқылу Құранда жазылмаған. Демек ки неге қарайды екенбіз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның амалына қарайды екенбіз. Және де тақрири бар. Сахабалардан біреуі таяммуммен ғұсыл алады. Және де намазын оқиды. Су тауып алғаннан кейін намазын қайтып оқымайды. Бұл хабар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құлағына жетіп келгенде, бұл сахабаның істегенде жымиып қояды, болды. Демек ки оның істеген дұрыс. Біз де солай істейді екенбіз. Шөлдеміз, су өтіп қалды, таяммуммен дәрет алдық, намазымызды оқыдық, ол намазды қаза қылмайды екенбіз. Немесе қайтып оқымайды екенбіз. Неге? Су жоқ кезде таяммумның үкімі ғұсылға және дәретке өтеді екен. Енді бұл сүннет. Ал сүннеттерді біз не дейміз? Хадисте былай деді, хадисте былай деді дейміз. Хадистер жалпы екіге бөлінеді. Адамдардың санына байланысты. Біреу мүтәуатир, біреу ахад. Мүтәуатир деген не? Сондай бір хадис риваят қылынған, айтылған, 3-4 адамның бірігіп, ол тақырыпта өтірік айту мүмкін емес хадистер. Бұған мүтәуатир дейді. Яғни, әр пайғамбарымыздың дәуірінде өте қатты білінген сахаба, табиин, әтбау табииннің дәуірлерінде де ең аз 10 адам білген ол хадисті. Бұл мүтәуатир хадис. Мүтәуатир хадиске амал ету парыз. Өтірік деп айтамаймыз. Парыз болады ол. Себебі бүкіл мұсылмандарда бұл ашық болған. Қай хадис бұл? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам бұйырды. Кім менің атыма, мені көрсетіп, өтірік айтатын болса, тозақтағы орнын дайындасын деді. Бұл нәрсе болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам қайтыс болды. Кейбір адамдар өздерінің жұмыстары жүру үшін өтірік хадис айтуды бастады. Өтірік хадис. Қалай? Адам бақлажан сатып атқан болса, бақлажанның 40 дертке дауасы бар деді. Мысалы. Қазіргі тілмен айтсақ, көлік сатып атқан болса, кім көлікпен жүрсе, жәннаттың 8-ден кіреді деді. Мысалы. Астағфирулла. Бұндай хадис жоқ. Логически де дұрыс келмейді, бірақ адамдар бұны істеді. Ал бұдан бұрын пайғамбарымыздың көзінің тірісінде осыған байланысты айтқан хадис бар еді. Кім мені белгілеп тұрып, атыма өтірік сөйлейтін болса, тозақтағы орнына дайындалсын деді. Біліп тұрып істесе, білмей істесе, күнәһар болмайды екен. Бұл мүтәуатир хадис. Екіншісі не екен? Ахад хадис. Ахад хадис деген не? Бір немесе бірнеше адамның ривайет еткен хадисі. Біздегі хадис не? Иннамал а'малу бинният. Амалдар ниетке байланысты. Омар радиаллаху анхудың ривайет еткен хадисі. Бұл ахад деген сахабадан біреу ривайет қылған. Одан кейінгі дәуірде табииннен біреу ривайет қылған. Одан кейінгі дәуірде атбау табиин бір адам ривайет қылған. Және де мәшһүр деген хадис бар, ахадтың екінші қолы. Сахаба дәуірінде бір адам ривайет қылады, одан кейінгі дәуірде ең аз 3 адам ривайет қылады. Осылай әйгілі болып кеткен хадиске мәшһүр деп айтылады. Енді біз мәшһүр деп, ахад деп амал етуіміз шарт емес хадистерге. Неге? Олардың ішінде әлсізі, мықтысы бар. Қазіргі уақытта біздің мазхабымыздың қабылдаған дүниеге әйгілі Күтүбі Ситта деген бар. 6 хадис кітабы. Бұлар не? Имам Бухари, Имам Муслимнің Сахихайн деген 2 сахих кітабы. Және де Сүнан деген 4 кітап бар. Абу Дауд, Ибн Маджа, Тирмизи, Ан-Насаи. Бұл 6 кітаптың ішіндегі хадистерді біз алсақ, немесе бұларды алып, бұлардың ішіндегі сахих хадисті алып, уағызымызда, немесе амалымызда бұларды дәлел ретінде қолдансақ болады екен. Бұдан бөлектерін қолдансақ, қолдану үшін біздің ғалым болуымыз керек.
Ал ешқандай басымызды ауыртқымыз келмей жатса, Сахих Бухариді ашамыз, сол жердегі хадистерді аламыз. Себебі бұл жерде әлсіз хадис жоқ. Бұл біздің екінші дәлеліміздің сүннет. Неге Құран сүннет секілді? Себебі екеуі де вахименен келген. Себебі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам кім еді, қандай адам еді деп Айша анамыздан пайғамбарымыз қайтыс болғаннан кейін сахабалар сұрағанда не деді? Ол тірі Құран секілді деді. Бұл да бір бізге дәлел болып есептелінеді. Үшіншісі не екен қадірлі жамағат? Иджма. Иджма деген не? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам дәуірінен кейін ғұламалардың барлығы, ғұламалардан мақсат муджтахид. Муджтахид деген кім? Қадірлі жамағат, оны айтып өтейік. Муджтахид деген бір тақырыпта ізденген адамға айтылады. Толығын айтсақ, муджтахид деп. Мына 5 шартты тасыған адамға айтамыз. Қалай? Қари болу керек. Қаридан мақсат Құранның бүкіл қырағаттарының иесі болу керек. Бір. Екіншісі, араб тілі, сарф, наху, балағат. Яғни араб тілі мен грамматикасын толық меңгерген болу керек. Үшінші, тәпсір ілімінің иесі болу керек. Төртінші, хадис деген нәрсенің толығын білу керек. Толығында мақсат жарх тадил деген бір система бар. Бұл адамның ривайет еткен хадисі сахих па, әлсіз ба? Соны айтып отырады. Соны білу керек. Бесінші, ең маңыздысы, 4 мәзһабтың толық үкімін білу керек. Соны білсе, бұл адамға мұтлақ муджтахид деп айтылады. Үкім бере алатын, мәзһаб құра алатын, бір мәзһабқа қате деп айтылатын адам дейді. Осындай муджтахидтердің бір тақырыпта бірдей пікір берсе, бұған иджма деп айтылады. Бұл нәрсеге амал ету парыз, бұл нәрсені жоққа шығару адамды күпірлікке алып келеді. Сондай бір күштілік бар. Енді иджманың екі түрі бар. Ашықтан иджма. Қалай сонда? Ортада бір мәселе бар. Қандай мәселе? Пияламен шай ішсек болады ма, болмайды ма? Бірақ Құранда дәлелі жоқ, осыған жақын бір үкім бар. 20 муджтахидтің барлығы болады деп алғашқы уақытта айтса, бұл иджма болып саналады. Бірақ 19-ы болады деді. Біреуі болмайды деді. Жарты күннен кейін келді, болады деді. Жоқ, бұл иджма емес. Бірінші сәтте ашық айтылған пікірді алады. Екінші сукути иджма. Яғни 15 адам болды деді, 5 адам болады да болмайды демеді. Үнсіз қалды. Демек ке ол да иджма болды. Яғни иджманың мағынасы не? Қадірлі жамағат, бір тақырыпта барлығының пікірінің ортақ болуы. Бір-біріне қарсы келмеу болып саналады екен. Иджмаға бір мысал берсек, жаназаның үкімі не еді? Фарз кифая. Бұл иджмамен дәлелденген. Біреу келіп, жаназа фарз емес, фарз кифая емес десе не болады екен? Бұл дінге, діннің негізгі бір дәлеліне қарсы келіп қойған болады екен. Бұл адам тәубе қылу шарт екен. Сөздер ғой. Бұл иджма болып саналады. Төртінші дәлеліміз не? Қияс. Қияс дегеніміз не еді, қадірлі жамағат? Бір нәрсемен басқа нәрсені салыстыру. Құранда не келді? Құранда шарап харам деген аят бар. Дұрыс па? Бірақ арақ харам деген аят бар ма? Жоқ. Виски ше? Жоқ. Бұны қияс қылу керек. Қалай сонда? 4 мәселе болады. Енді бұл ғылыми сөз болғаннан кейін кейбіреуіміз алғашқы рет естіп атқанымыз үшін қиын болып қалуы мүмкін. Бірақ қолдан келгенше жеңілдетеміз. Бірінші, әл-асыл болу керек. Бұл не? Құранда немесе сүннетте анық бір үкім болу керек. Не ол? Шараптың харамдығы. Фаро дейді. Салыстырайын деп атқан нәрсеміз болу керек қолымызда. Бұл арақ. Арақ пен шарапты салыстырайын деп атқан. Дұрыс қой. Үшіншісі, илля дейді. Арақтың, шараптың не үшін харам болғандығы. Не үшін харам? Мас қылуы. Мас қылуы. Енді қолымызда не бар біздің? Арақ. Шарап харам. Иллеті, яғни себебі не? Мас қылуы. Арақтың үкімі не? Білмейміз. Арақ мас қылады ма? Қылады. Ола болса арақтың үкімі не? Харам. Қияс осылай істелінеді. Қиястың негізі үкімі осы. Сигаретте де осылай істейміз. Наста орын бар ма? Бар. Ысырапкершілік бар. Ақшаның бекерден бекер кетуі бар. Және де денсаулыққа зияндығы бар. Денсаулық бізге аманат па? Аманат. Аллах тағала бізге денімізді сау қылып берді ма? Берді. Оған қастандық жасау не болады? Аманатқа қиянат қылу мұнафықтың белгісі. Мұнафықтың баратын жері не болады? Тозақ болады. Енді оны алдық, асылда дәлелі бар. Фар не? Сигарет. Оны алдық, илләті не? Ысырап, денеге зиян. Ол бұның үкімі макрух тахриман деп айтатын бар, харам деп айтатын бар. Қазақстанның пәтуасы харам. Сөздер ғой. Қияс осылай айтылады. Және де қияс тек қана ханафилердің дәлелі. Біздің дәлеліміз. Бұны қабылдамағандар да бар. Бұны
біліп жүрейік. Енді қияс бітті. Истихсан деген бар сәте. Истихсан деген не? Бір мәселеде негізгі үкім бар, бірақ адамның жағдайына байланысты инсапты бір үкім беру. Қалай болады? Өткен сабағымызда айттық. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құзырына бір адам келді. Не деді? Ей Алланың елшісі, мен өлдім. Мен біттім. Неге? Аузым мораза болып тұрып, әйеліммен бірге болып қалдым. Әдейі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған не деді? Бұрылды да. Бір құл азат етуге құрбың жетеді ме? Құл азат етуге. Жоқ деді. 60 күн ораза ұстауға күшің жетеді ме деді? Жоқ деді. 60 міскінді тойғызуға күшің жетеді ме деді? Жоқ деді. Олай болса, мына ыдыстағы құрманы ал, ең кедей адамға бар да садақа қыл деді. Ол адам не деді? Бұл Мәдинада менен кедей жоқ деді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам күліп жіберді. Енді қараңыз. Сөйтті де жаңағы адамға ыдысты берді, онда өзің осыны отбасыңмен же деді. Негізгі бұл үкім Құранда бар ма? Бар. Не істеу керек? Кафарат істеп бару керек. Кафараттың біреуін істеу керек. Дұрыс па? Бірақ оның жағдайы жоқ, және де күші жоқ болған үшін Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам оған жақсы ниетпен инсапты бір мәміле қылып, құрманы берді. Аллах тағала сенің тәубеңді қабыл қылды деді. Неге? Істеген күнәсіне өкініп тұрған үшін. Бұл біріншісі. Екінші бір истихсанға дәлел. Омар радиаллаху анхудың дәуірінде бір бұл сахаба еді. Дахақ бин халифа Әл-Ансари деген сахабаи керам Мұхаммед бин Масламаға айтады: менің үйіме сенің жеріңнен су өтеді екен. Соған рұқсат берсең, арық бар ғой, арық. Арық қазсам да сенің жеріңнен өзім жеріме су өткізсем, басқа вариант жоқ дейді. Мұхаммед бин Маслам айтады: рұқсат бермеймін дейді. Неге дейді? Егінімші менің рызқым осы ғой дейді. Рұқсат бермеймін дейді. Осы жағдайда халифаның құлағына жетеді. Мұхаммед бин Масламан құзырын шығарды: Мұхаммед, сен неге рұқсат бермейсің? Бауырың сенің жеріңнен арық қазса, өзінің огородына су қойса, жаман ба? Әрі ол судан сен де қолданасың дейді. Мен рұқсат бермеймін дейді. Сен рұқсат бересің ба, бермейсің ба? Бұл су сенің жеріңнен өтеді. Бұл жер қарныңдан болса, қарныңның үстінен де өтеді дейді Омар радиаллаху анху. Неге? Бұл жерде бір әділетсіздік бар, және де дахақты қинайтын бір амал бар. Шариғатта біреудің рұқсатынсыз біреудің жеріне кіру бар ма? Жоқ. Бірақ бұл жерде өзінің жеріне кірмей бауырына зиян беру бар. Екінші бір жағдай бар. Соның үшін не қылды? Ол Мұхаммед бин Масламаның жерінен арық қазып берді огородына. Одан кейін уақыт өткеннен кейін Мұхаммед бин Маслама өзінің қателігін біліп, бір кешірім сұрап қойды. Және де осыған ұқсас бір нәрсе. Хатиб деген бай кісі. Құлдарын, осы кісінің құлдары барды да бір кісінің түйесін ұрлады. Сойды. Жақсылап шашлық қылып жеп алды. Бұл жағдайды естіген Хатиб не қылды? Құлдарын алды да ұруды бастады. Өз адам мәз болып жүрмегенде сендер маған түйе қарыз қылдыңдар ма деді. Бұл жағдайды халифаға айтты. Халифа не қылды? Ұрлық істеді ма деді. Ұрлық істеді. Қанша құл деді? 2-3 құл. Барлығының қолы кесіледі деді. Сонда құл айтты. Біреуі: Омар, біздің жағдайымыз сен естіпейсің ба деді. Не деді? Бұл Хатиб бізді 5-6 күннен бері ұрып жатыр, және де бізге тамақ бермей жатыр. Осыны айтты. Олай болса деді Хатиб, сен 2 түйенің иесіне бересің деді. Неге деді? Бір, аналарды ұрғаның үшін, екіншісі, олар оның түйесін алған үшін деді. Құлдардың бұл жерде айыбы жоқ деді. Енді біздің бұл жердегі мәселеміз не? Ұрлық істеген адамның қолының кесілуі Құранда ашық бір дәлел ма? Ашық бір дәлел. Бірақ істелінген ұрлық әдейі емес, мәжбүри түрде жоқшылықтан істелінген үшін не қылды? Ол адамдардың қолы кесілмеді. Бұған не дейді екенбіз? Истихсан дейді екенбіз, қадірлі жамағат. Алтыншы біздің дәлеліміз не екен, қадірлі жамағат? Бұл әдет ғұрып. Қазақстанда әдет ғұрып бар ма? Бар. Әдет ғұрып екіге бөлінеді. Біреуі сахих, дұрыс әдет ғұрып, дінге сай. Екіншісі фасид, дінге сай емес. Қалай? Бұны қалай түсінсек болады? Біздің қазақилық әдет ғұрыпта келіндердің сәлем салуы бар. Дұрыс па? Бұл сәлем салу, егер құрметпен бір сәлем салынып жатқан болса, бұл дінге сай деп айтылады. Неге? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан бізге жеткен Құранда бұл айтады:
Аллах тағала Адем алейхиссаламға періштелерге айтады, адамға сәжде қылыңдар дейді. Бұл жердегі сәждеден мақсат ғибадат қылу сәждесі емес, құрмет сәждесі деп біз оны тапсырыламыз. Сол сияқты келіндердің үлкендерді көріп, құрмет қылып сәлем салу бұл ширк емес. Әдет ғұрыпта бар, және де дінге сай. Егер ғибадат мақсатында істейтін болса не болады екен? Бұл әдет ғұрыптан біз ұзақ тұруымыз керек екен. Бізде не бар? Ағашқа орамал байлап кету бар. Тумаған әйелдер, күйеуге тимегендер. Бұл дінге сай емес. Бұған амал ете алмаймыз. Сүннетте де орны жоқ, Құранда да орны жоқ. Демек ки біз бұны ала алмайды екенбіз. Мұғалімді көргенде ұстаздарды көргенде оқушылардың орнынан тұру да осыған бір мысал болып келеді екен. Қадірлі жамағат, әдет ғұрыпты екіге бөлдік, ә? Сахих дедік, дінге сай, фасид дедік, дінге сай емес. Әдет ғұрыптың негізгі мағынасы не? Бір халықтың істеген амалдары өздеріне әдет болып қалған, тұрақты түрде істейді. Енді бір қауым сол амалды тұрақты түрде істеп жатыр деп, ол дінде бар, немесе оны дінге сай келтіруге болады ма, болмайды ма деген мәселе бар. Яғни Қазақстанда болсын, дүниеде болсын, қазір пайыз мәселесі көтеріліп кеткен. Дұрыс қой. Енді бүкіл дүниеде осыны істеп жатыр екен деп, біз бұны әдетте бар деп істеуге ақымыз жоқ екен. Неге? Сүннетте және хадис неде Құранда жоқ болған үшін. Тағы біреуіне бұлардың жұрттың бәрі арақ ішіп жүр. Жұрттың бәрі ораза ұстамай жүр. Демек ки бұл бір әдет, ауыз аштарға әбетте тамақ берейік деген бір жаман әдет бар бізде. Бұлардың барлығы дінге сай емес екен. Демек ки дінге сай емес болса, бұл әдет ғұрыпқа біз мән бермейміз. Түсінікті ме? Яғни жұрттың барлығы істеп жатыр деген бізде дәлел болмайды екен. Яғни ең қысқасы, дін қоғамға сай болу шарт емес, діннің. Ал қоғамның дінге сай болу шарт, мәжбүри бір үкім болып қалады. Соның үшін қадірлі жамағат, біз бір әңгіме айтып жатқанда негізгі 4 дәлел және де қосымша 2 дәлелдің біреуінде біздің амалымыздың бір дәлелі болу керек екен. Осы амал болды ма, иншалла біздің істеп жатқан ісіміз дұрыс болып саналады екен. Дұрыс емес болды ма, демек ки біздің амалымыз бұл дәлелдердің біреуінде жоқ болып саналады екен, қадірлі жамағат. Енді бұл истихсанға тағы бір дәлел айтсақ, уағызымызды иншалла бітіруге тырыссақ, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам Али бин Аби Талиб пен Муаз бин Жабал сапарға шығып бара жатқан уақытында былай деді: қиындатпаңдар, жеңілдетіңдер. Ұзақтатпаңдар, жақындатыңдар деп бұйырды. Бұдан біз нені түсінеміз? Дінде қатты тұрып алу, дінде тек қана өзімізді қинау деген бұл мұсылмандыққа сай емес екен. Дінде уақыты келді ма, орны келді ма, бір жеңілдік болады екен. Бірақ біздің қатты тұратын мәселелеріміз не екен? Парыздар, харамдар, халалдар. Бұл мәселеде қатты тұрамыз. Бірақ мұбах амалдар бар. Істесе де болатын, істемесе де болатын. Бұл амалдарда жеңілдік қылсақ, бізді ешкім ұрыспайды екен. Және де бұндай жеңілдіктерге дінімізде, шариғатымызда, ислам құқығында рұқсат етілген екен, қадірлі жамағат. Соның үшін бір нәрсе айтылып жатқан уақытта дәлелі бар ма жоқ па, оның дінде орны бар ма жоқ па, соған мән берейік. Аллах тағала ілімімізді арттырсын. Ва ахиру дa'вана анилхамдулиллахи раббил аламин. Амин.